Бүгін сіздермен табада пісірілетін өте дәмді және де өте қытырлақ болып шығатын, бәрін таңғалдыратын вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Небәрі жарты сағатта дайын болады. Менімен бірге жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны, 150 грамм қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Менде миксерлеуге 7-8 минут көлемінде уақыт кетті. Ақ ұлпа масса шыққанша жақсылап миксерлейсіздер. Осындай масса болды менде. 100 грамм сүтімізді, 130 грамм мөлшерінде сары майымыз салқын болуы қажет. Ыстық күйінде, ерітілген күйінде құйсаңыздар, жұмыртқаларыңызды пісіріп тастайды. 200 грамм ұн, шым тұз, шай қасықпен қопсытқыш қосып, жақсылап араластырыңыздар. Бізде масса дайын болды. Табамызды орташа отта қыздырамыз. 2 орташа ас қасық немесе толтырып бір үлкен ас қасық құйсаңыздар болады, қыздар. Жұқа етіп жағып шығасыздар, қытырлақ болу үшін. Екінші бетін айналдырып, ыстық кезінде бірден орап тастаңыздар. Суып кетсе, орауы қиын болады. Ортасына салмасын дайындаймыз. Менде варенка және де 150 грамм сливки. Екеуін жақсылап миксерлеп алдым. Дәмі өте керемет болады. Массаны ортасына құйып шығасыздар. Арнайы мешокпен қойсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Вафлилеріміз дайын, қыздар. Ас болсын. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Айгүлдің асханасы.